Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше дәмімен сүйсініп жейтін вупи пай тортының оригинал рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін толық көру үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға сары май және шоколадымызды алып, су буында ертіп алатын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, үстіне қантты салып, миксердің ақырын жылдамдығынан бастай отырып, 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Бізге 165 грамм ұн қажет, және де 20 грамм какао. Яғни құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырамыз. Ұн, какао және қопсытқышты қосып араластырамыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылап миксерлеп алдық. Енді үстіне ерітілген шоколадымызды құямыз. Және тағы жақсылап миксерлейміз. Енді үстіне құрғақ ингредиенттерімізді барлығын түгел салып, және тағы жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей біздің шоколадты қамырымыз дайын. Енді пергамент қағазын алып, барлығын кесіп алатын боламыз. Яғни бізде 4 көріш шығатын болады. Енді формасын келтіріп алу үшін осындай 24 диаметрлі формаға салып, дәл осылай жасап, формасын шығарып алсаңыздар болады. Енді қамырымызды 5-6 ас қасықтан салып, жақсылап шетін тегістеп шығатын боламыз. Мінекей қамырымыздың барлығын осылай орналастырып шығамыз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Әр көрішті 5-7 минут арасында пісіріп алатын боламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Творожный сыр үстіне қантты салып, миксердің лопатка насадкасымен жақсылап араластырамыз. Үстіне сливкиді құйып, сливки міндетті түрде салқын болу керек. Жақсылап венчик насадкасымен жақсылап араластырамыз. Тым көп араластырып жібермеңіздер, сливкиіміз іріп кетуі мүмкін. Мінекей осындай болу керек біздің креміміз. Міне. Мінекей креміміз дайын. Енді ыдысымызға кондитерский мешокты алып, насадкамызды саламыз. Ыдысқа орналастырып, кремдерімізді салып шығатын боламыз. Мінекей кремімізді салып алдық. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Коржымыздың артық шеттерін алып тастаймыз. Кесіп алып тастасаңыздар болады. Ортасына кремді жағып, коржымызды орналастырамыз. Және де кремімізді осындай шариктерін шығаратын боламыз. Ортасына кремді жағып, тегістеп шығамыз. Екінші коржды орналастырып, дәл осылай қайталап жасайтын боламыз.
келесі коржымызды орналастырамыз және шариктерін әдемі аккуратно етіп шығаратын боламыз. Міне, төменнен бастап жоғары көтеріп, қайта төмен түсіретін боламыз. Енді ганашын дайындайтын боламыз. 100 грамм шоколадқа 100 грамм сливкиді құйып, су буында ертіп алатын боламыз. Ганашымызды ертіп алдық. Мінекей 1-2 минут суытамыз. Енді тортымыздың бетіне барлығын түгел құямыз. Енді спатуламен жан-жағына жақсылап тегістеп шығамыз. Осымен тортымыз дайын. Оформлениесін өз қалауыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Достар, дәл осы рецептпен осылай жасап табыс тапсаңыз да болады. Өте дәмді, ерекше торттардың бірі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.